Баршаларыңызға қайырлы күн көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге оқтау мен жаюды қажет етпейтін, бар жоғы 30 минутта пісіп дайын болатын ең оңай медовый тортының рецептісін бөлісемін. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқамызды, оның үстіне шекерімізді салып, миксердің жай жылдамдығымен біркелкі масса болғанға дейін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Содан соң кастрөліміздің ішіне сары майымызды және 2 ас қасық балымызды, яғни миотымызды салып, газдың баяу отында сары майымыз ерігенше қайнатамыз. Содан соң оның үстіне 1 шай қасық ас содасын салып, осылай араластырамыз. Аз ғана суығаннан соң жаңағы жұмыртқалы массамыздың үстіне жаймендеп құя отырып, миксердің жай жылдамдығымен тағы да жақсылап араластырамыз. Осы сұйық массамыздың үстіне ендігі кезекте електен өткізіп отырып, ұнымызды саламыз. Ұнды бірден салмаймыз, барынша бірнеше бөлікке бөліп салуға тырысыңыздар. Массамыз біркелкі болғанға дейін жақсылап араластырып алуымыз қажет. Біздің массамыз көріп тұрғандарыңыздай осындай қоюлықта болуы қажет. Келесі кезекте міндетті түрде формамыздың ішіне пергамент қағазын төсейміз. Енді осы форманың ішіне 2 ожауды толтырып құямыз. Осы видеода көрсетілгендей етіп, жақсылап бір араластырып алуды ұмытпаңыздар. Содан соң үстіне ұнымызды сеуіп, қолымызбен осы видеода көрсетілгендей етіп, дөңгелек формасын шығарамыз. Қызып тұрған печкіде 7-8 минут аралығында пісіріп аламыз. Біздің корждарымыз өте тез піседі. Барлық корждарымызды осылай ұн сеуіп, қолымызбен формасын шығарып пісіріп аламыз. Сүйікті көрермендерім, көріп тұрғандарыңыздай біздің корждарымыз пісіп дайын болды. Менде 5 дана корж шықты. Енді осы корждарымызды біркелкі болуы үшін осындай кольцоның көмегімен кесіп аламыз. Егер кольцо болмаса, тарелкамен өлшеп кесіп алсаңыздар болады. Барлығын осы видеодағыдай етіп кесіп аламыз. Жандарынан артылған корждарды қазір бетіне себуге, яғни әсемдеуге алып қаламын. Енді кремін дайындаймыз. Крем үшін менде магазиннің қаймағы, оның үстіне қант ұнтағын салып, осылай жақсылап араластырамыз. Өте оңай жасалынады. Медовый тортқа негізі қайнатпалы крем де өте керемет үйлеседі. Дайын болған кремімізді осылай корждарымыздың ортасына жағып шығамыз. Бұл корждарға крем өте тез сіңеді. Бір күн тоңазытқышқа қойып қоюдың ешқандай қажеті жоқ. Жай ғана кремді жағып болғаннан соң 1 сағат, 1,5 сағатқа қойып қойсаңыздар жеткілікті. Кремнің барлығын жағып болдық. Жаңағы жандарынан артылып қалған корждарымызды блендердің не болмаса оқтаудың көмегімен осылай ұнтақтатып алып, бетіне және де жандарына сеуіп шығамыз. Осымен біздің тортымыз дайын. Енді осы дайын болған тортымызды 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Достар, көріп тұрғандарыңыздай 1 сағат менде тоңазытқышта тұрды. Енді сіздерге қазір кесіп көрсететін боламын. Тортымыз өте сондай жұмсақ, нәзік және де өте дәмді болып шығады, және де өте оңай жасалынады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Егер видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар, және де рецепт ұнаған болса, лайк басып, астына өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.